Всем привет! Мені жақсы естіліп тұр ма? Так. Қатып тұрған жоқпын ғой, иә? Нормально естіліп, нормально көрініп тұр, иә? Окей. Хорошо. Жақсы, достар. Бүгін біз тестта обязательно 100% по-любому хотя бы 1-2 сұрағы болатын gerundy infinitive немесе gerund and infinitive деген тақырыпты өтеміз. Ар жағында бізге егер уақыт жетіп жатса, сіздер барлығын 1 минут. Так вот, ары қарай уақыты жетіп жатса, біз participle 1 және participle 2 деген тақырыптарды өтетін боламыз. Окей? Сонымен конспектировать етіп отырамыз, параллельно тыңдап отырамыз. Кеттік. Gerundy және infinitive. Gerundy infinitive-тің де, во-первых, не екенін сіздерге түсіндіруге тырысайын. Бұл мынандай нәрсе. Допустим, қараңыздар. Қазақ тілі және орыс тілімен салыстырып көрейік. Допустим, мен айтамын, что я люблю делать? Я люблю плавать. Я люблю плавать. Неткен әдемі почерк. Аха. Қазақша мен жүзуді жақсы көремін. Жақсы көремін. Ағылшынша I love swimming. Қазақ тілі реально ұзын екен, иә? Swimming. Молодцы. Енді мына жерде біз қандай нәрсе байқап тұрмыз? Қараңыздар. Я что делаю? Люблю. Что делать? Плавать. Ну, по сути, екеуді етістік болып тұр, дұрыс па? Now the verb. Мен не істеймін? Там, допустим, жақсы көремін. Не істегенді? Жүзгенді. Тоже екі етістік болып тұр. Я? Мына жерде ше. Мен не істеймін? Жақсы көремін. Не істегенді? Жүзуді. Тоже екі етістік болып тұр. И вот, ағылшын тілінде, достар, біз когда екі етістік, так, мынаны бүйтіп бөлсек, когда екі етістік қатарынан тұрады ғой, verb плюс verb. Ол осылай қала бермейді. Допустим, мен айтпаймын ғой, I love swim. Немесе I prefer read. Немесе, допустим, I hate cry демеймін, я? I prefer reading, I hate crying, немесе I manage to escape деген сияқты сөздер. Сонда қараңыздар, бізде, когда екі етістік қатарынан тұрған кезде, екінші етістік немесе verb ing болады, немесе to және етістіктің бірінші формасы болады. Түсіндік қой? Яғни, екі етістік қатарынан тұрған кезде біз, так, мен мынаны негізі онша емес жасадым, но сейчас непонятно будет. Так, verb плюс болған кезде, немесе verb ing, ой-ой-ой, verb ing, немесе to және етістіктің бірінші формасы. Вот, осы екі вариант қана мүмкін. То есть, допустим, мен айтамын I hate reading деп айтамын, бірақ I hate to read деп айтамаймын. Немесе мен айтамын так. I suggest going, бірақ I suggest to go деп айтамаймын. Енді сіздерде мынандай сұрақ туындайды. Қай жағдайда verb ing болады, қай жағдайда оның алдына to қоямыз. Вот смотрите, чтобы оның, яғни біздегі етістіктің алдындағы ing жалғайтынымыз, немесе to қоятынымыз мына етістікке байланысты. То есть, бұл жерде тупо былай ғой. Мына жерде қандай етістік тұр, соған байланысты біз verb ing немесе to қоямыз. Допустим, егер suggest болса, suggest деген бізде ing болу керек. Егер бізде, допустим, manage болса, manage деген to болу керек. Мен сіздерге қазір списогын көрсетіп, нақты түсіндіремін. Но сіздер бастысы білулеріңіз керек ең маңызды нәрсе, яғни ең жиі кездесетін, что екі етістік қатарынан тұрған кезде, екі етістік, екіншісі бізде немесе алдына to қоямыз, немесе соны ing қоямыз. Түсінікті ғой бұл нәрсе? Осы нәрсе түсінікті болса, птичка жіберейік. Птичка. И біз ары қарай жылжи береміз.
Біраз күтейін деп тұрмын ғой, мына жерде, кажется, сіздерге қалып баратыр, иә, видео? Птичка, окей. Сұрақтарыңыз бар ма осы нәрсе бойынша? Молодцы, жақсы. Онда ары қарай жылжи берейік. Сонымен қараңыздар, бұл герундидің қолданылатын тек қана жалғыз бір ғана жағдайы емес. Бұның жағдайлары көп. Я, verb, значит, либо те, либо ing дұрыс. Енді қараңыздар, бірінші ситуация, яғни зат есім ретінде, бұл жерде ол сөйлем басында тұрады. Object ретінде, яғни толықтауыш ретінде, сөйлем соңында тұрады. Соңында. Ары қарай, verb of preferences деген, это бізде, допустим, hate, не паникуем, келесі слайдта мен мысал жазып көрсетем каждый, окей? Hate, like, бұл герунди ing. Герунди это бізде ing. Hate, like, love, prefer, және басқа. То есть preferences ұнату, ұнатпау деген сияқты, иә? After some verbs мен оларды көрсетемін. Кейбір етістіктерден кейін, допустим, жаңағыда мен айтқандай suggest, escape, және басқа да. Оларды мен списогын көрсетемін әлі. Phrasal verb деген біз білеміз. Phrasal verb деген ол жаңағы verb және preposition. Иә? Мысалы, look up, немесе, допустим, keep on, и так далее. Потом, after the following expressions, яғни can't help, don't mind, it's no point, it's no good, it's worse деген сияқты сөздерден кейін бізде всегда не тұру керек? Verb ing. Окей? Вот. И, пожалуйста, өздеріңізге еще жетін шығып жазбаңыздаршы. Мен оны жазбаған, бірақ негізі бөлек айтып кеткен дұрыс. Яғни prepositions'тан кейін. Prepositions білеміз ғой? Мысалы, on, in, at, of, above, after, for деген сияқты prepositions'тан кейін бізде тоже verb ing герунди болады. Жақсы ма? Давайте енді каждый мысал ретінде көріп шығайық. Біріншісі бізде as a noun сөйлемнің басында. Ол қандай? Яғни кез келген бір етістікті біз сөйлемнің басына қоятын болсақ, онда ол ing алады. Мысалы, swimming is my favorite hobby. Плавание – это мое любимое хобби. Қараңыздар, что мое любимое хобби? Плавание. Зат есім болып тұр ғой? Зат есім. Бірақ по сути, swim деген это жүзу. Не істеу? Жүзу. Ол бізде етістік. Но сөйлемде ing жалғау арқылы ол сөйлемнің басында тұрып, бұл зат есім болып тұр. Бірінші жағдай сіздерге түсінікті болды ма? Мысалы, біз не айтамыз? Reading is my passion. То есть чтение – это моя страсть. Watching anime is the best way of, допустим, passing your weekends. Yeah? То есть смотреть аниме – это лучшее, что можно сделать во время выходных деген сияқты. Жоқ, бұлардан кейін емес, яғни сөйлемнің басында тұрса. Хорошо? Swimming, мысалы, сөйлем басында тұру, сөйлем ing жалаймыз. Түсінікті болды ма? Екіншісі, мысалы, біз тағы да не айтамыз? Тағы да бір мысал келтірейін. Watching anime is the best, допустим, activity. Смотреть аниме – это лучшее занятие деген сияқты. Сол сияқты. Кеттік. Екіншісі бізде as an object, яғни толықтауыш ретінде сөйлемнің соңында деп тұр. Соңында деген қалай? Мысалы, тура осы сөйлемді аламын да. My favorite hobby is swimming. Мое любимое хобби – это, на жерде, наверное, сызықша болу керек, I'm not sure, это плавание. Чаще былай жасақ, что делание деген сұраққа жауап берсе, ол бізде герунди. Почему адам сан азайып кетті резко? Қазір 1 минут. Сана қараймыз. My favorite hobby is swimming. Яғни,
Бұл жерде ол бізде, астын лучше байсайын, object болып тұр, иә? Сөйлемнің соңында тұр. Допустим, the best activity is watching anime. Десек болады, иә? My passion is reading books. То есть тура осы сөйлемді просто орындармен ауыстырып тастасақ, тоже солай болады. Окей? Кеттік үшіншісі. After verb of preferences, яғни бірінкен қалау, ұнату, ұнатпау деген сияқты етістіктерден кейін ғой. Мысалы, мен айта аламын. I hate. Мысалы, лично өзім, I hate watching Turkish TV series. Мен турецкий сериалдар қарағанды жек көремін. Так, serials деген соң. Вот. То есть hate это бізде verb of preference болып тұр. Бірінкен қалау, немесе қалау, ұнату, ұнатпау деген сияқты, иә? И арт жағынан сразу етістік кетті. И бізде айтып тұрмын ғой, что алдында бізде қандай етістікке байланысты, бізде verb of preference болып тұр ғой, сонда I hate to watch деп айта алмайсыз. Сонда мына жерде, допустим, қасын жазып қойын, I hate to watch деген қате. Окей? Идемте дальше. Төртіншісі. After some verbs дейді. Some verbs, допустим, давайте мен бүйтейін. Осы жерде мен сіздерге жаңағы списокты көрсетейін. Так. Блин, это не то. Это не то. Сейчас, минуточку, пожалуйста. Бір минут, пожалуйста. Ол менің по-любому телеграм-каналымда бар. The prepositions, nonsense, preposition verbs, essential. Нам заменили. Ой, жоқ екен. Окей. Осы. Смотрите. Бізде мына жерде былай айтылып тұр, что after some verbs деп тұр, иә? Кейбір етістіктерден кейін. Бізде мынандай список бар. Мен бұл списокты сіздерге жіберетін боламын. Verbs commonly followed by a gerund дейді. Яғни қараңыздар, мына етістіктерден кейін біз не қоямыз? Біз герунди қоямыз. Яғни ing. Мысалы, he misses playing, иә? I admit stealing. I advise stealing. Мысалы, I permit stealing деген сияқты. I consider sweeping. I delay sweeping. I report. Көбісі мынандай қате жібереді да, алатта ing-ді мына сөздерге жалғап қояды. Жоқ, достар, мына сөздерге сіздер ing жалғамайсыздар. Бұлар past simple болуы мүмкін, present continuous болуы мүмкін, future simple, без разницы. Главное, осы етістіктерден кейін бізде герунди болу керек. Окей? Тура сол сияқты мына етістіктерге бізде инфинитив қазір түсіндірем. Допустим, мына жерде біз after some verbs деп тұрмыз, мына жерде списоктағы бір сөз. Допустим, enjoy деген, иә? Enjoy деген бізде герунди болу керек. Enjoy это наслаждаться. И мен айта аламын. Допустим, мына жерде так, подождите. Фариза enjoys, видите, мен де present simple да қойып тұрмын, иә? Enjoys eating cats. Фариза наслаждается тем, что ест кошек. Вот қараңыздар, enjoy деген етістік, екінші етістік тоже тұр, и так как enjoy тұр, бізде мына жерде ing болу керек. Кеп тұр ғой? Кеп тұр мен түсіндірген нәрсеге. Дұрыс па? Кеттік ары қарай. Бесіншісі, phrasal verb. Яғни phrasal verb деген бізде тоже герунди болу керек. Допустим, Фариза keeps on eating cats. Қай жерін түсінбей қалдыңыз? Айтыңыз, нешіншісін? Қараңыздар, keep on деген бізде phrasal verb болып тұр ғой? Phrasal verb продолжает, иә? Вот. И phrasal verb деген бізде ары қарай verb ing болу керек. Значит, сразу eating cats болып тұр. Келіп тұр ма? Келіп тұр, иә? Фариза продолжает есть кошек.
Допустим, even though she likes them. Даже если они ей нравятся. Немесе she is full, да? Даже если она не голодная. She's not hungry. Екі глагол қатар келсе, екіншісіне ing жоғаймыз. Я, дұрыс. Екі глагол қатарынан келсе, екіншісіне ing жоғаймыз, но только в условии, при условии, что бірінші глагол міне мына списоктан бар. Mention, advise, keep, picture, postpone деген сияқты. Хорошо? Жоқ, KFC-де бізде ерасыл жейді. Resume, risk, shirk деген сияқты. Осылардан кейін ғана. Хорошо, Аружан? Түсінікті болды ма? Осы swimming is my favorite sport. Ол қараңыз. Мына жерде зат есім, яғни сөйлемнің басына келген кезде біз просто былай ғана есіңізде сақтағаныңыз. Сөйлемнің басында какой-то етістік келсе, ол ing болады. Хорошо? Допустим, сіз не деп айтқыңыз келеді? Чтение – это моя страсть. Reading is my passion. Тағы да не деп айтқыңыз келеді? Допустим, writing letters is the most boring thing in the world. То есть писание писем – это самое скучное. Yeah? Watching TV is not popular today. Смотреть телевизор, смотрение телевизора, да? Не очень популярно. То есть кез келген етістікті біз сөйлемнің басына қойсақ, онда ол герунди болып кетеді. Окей? Арнұр, түсінікті ма? Сонымен қарайық. Фариза продолжает есть кошек, даже если она не голодная. Алты. I love reading manga. Я дұрыс. Лафтан кейін бізде герунди. Мұхбәнте лафтан екеуде болады, қазір түсіндіремін. Допустим, мына жерден don't mind деген таңдайық, иә? Мы можем сказать, мына жерде біз байтсақ болады. Don't mind деген сөзді алайық та. И мы можем сказать Ерасыл. Так. Ерасыл. Doesn't mind. Не против. Doesn't mind. Eating cats with Фариза. Да? Ерасыл не против. Есть кошек с Фаризамен бірге. То есть, видите, doesn't mind деген бізде сөз тұр, и ары қарай герунди болып тұр. Келіп тұр ма, достар? Бізде... То есть барлығы сәйкес келіп тұр, иә? Енді, пожалуйста, допустим, өздеріңіз осы 6 случайдың біреуіне мысал жазыңыздаршы чатқа. Мен көрейін қалай болады. Кез келген. Вы можете на наш қойсам болады, немесе ана сөздерді ашып қойсам болады. Чтобы вы использовали. Апай жаңағы всегда ing жағынан сөздер чатқа. Я, мен оларды жіберемін, уайымдамаңыздар. Кураторға да жіберемін, чатқа да жіберемін. Давайте өздеріңіз алтауының кез келген біреуіне мысал жазып жіберіңіздер чатқа. Өздеріңіз туралы. И біз ары қарай жалғастырамыз. Алтыдағы только сол сөздер ғана ма? Я, алтыдағы тек қана сол сөздер. I hate watching anime, хорошо. Шыға беріңіз, Аружан. Қажынайым. I love listening to the music. Келеді, my favorite season is winter. Жоқ. My favorite season is winter. Бұл жерде ing ешқандай жоқ қой. Бізде етістік болу керек. Какой-то етістік. Okay? I love taking a photo of sunset. Жақсы келеді. I hate doing homework. Жақсы. Watching American series is very interesting. Жақсы. I hate eating sushi. Жақсы. I hate reading books. Айгерім тош шыға беріңіз деп қажынайым. I hate writing dates. Тағы да не? Самый андай естен шығып кеткен қазақ тілінде қыркүйектің 23-і деп жазуы. Sleeping is my favorite activity. Dancing is my favorite hobby. I love watching K-drama. Reading is pleasure for me. Жақсы. I doesn't емес. I don't mind this is Фариза. Хорошо. I don't mind learning worldwide history. I hate eating cats. Хорошо. I hate going to school. Тимур likes writing essays. Likes. Хорошо. I love being productive. Жақсы. I forget washing dishes. Хорошо. Гүлназ осы forget тұрып зәл сөйлесеміз деп андай. Тиіс қойсын. I like watching K-drama. Cooking is my favorite. I hate watching. I hate studying reported speech. Reported speech. Вообще easy мен түсіндірем потом. My favorite hobby is dancing. Volleyball is my favorite hobby. Dancing is my favorite. Favorite hobby да мысқа бірін кездесіңдерші. I look forward to meeting with you.
Мити, look forward to тоже сөйлесеміз. I love reading Agatha Christie's books. Жақсы. My favorite hobby is listening music. My mom loves discussing about money. Cleaning is my job. My mom also loves discussing about money, but about my money. Cleaning is my job. Жақсы. Хорошо. Сонымен, I love looking at your eyes. Really? I love about listening to music болады ма? Yeah, listening to music болады. Dancing is my favorite. Хорошо. Сонымен түсінікті болды. Я барлығы. Қазір біз әлі жаттығу жасаймыз, осы бойынша оңай болады. Инфинитивтің қолданылу аясы герундиға қарағанда кішірек. Енді қараңыз. I can't stand learning for free и так далее. Хорошо, достар, мен қазір бәрін оқысам, дофига уақыт кетіп қалады. Кешірім сұраймын. Сонымен, after the adjectives. Яғни adjective деген, мысалы, любой бір, допустим, good, bad и так далее, любой бір сын есім. To show the purpose of the action. Яғни мақсатын, бір какой-то іс-әрекеттің мақсатын көрсету үшін. Мақсатпен, арманмен жатып, мақсатпен оян дейді ғой. Бұл жерде чтобы деген нәрсе. Чтобы деген сұрақты қойса, уже понятно будет. Хорошо? After some verbs мен оны көрсетемін қазір. After expressions would, яғни would like, would prefer деген сияқты. И еще мына жерде бесіншісі бар, мен всегда соны ұмытып кетеді екен жалғауға. After words like when. Ой, ё-моё. Так. After like words when, what, whom, who, where и так далее. То есть WH, я және how. Осы сөздерден кейін біз тоже инфинитивті қолданатын боламыз. Окей? Инфинитив деген ол бізде жаңағыдай to және етістіктің бірінші формасы. Жақсы ма? Давайте мысалға қарайық. Допустим, біріншісі. After the adjective, yeah? Допустим, так, не десек болады. Қандай сын есімдер бір? Beautiful, fast. Так, мен мына жерден кешірім сұраймын, но мен реально ұмытып тұрмын. Так, давайте мына жерден қарайықшы. Infinitive with adjectives. Examples. Мен қазір просто ойлансам, слишком ұзақ уақыт қолданып кетемін, так что дайын. Вот, все. Ой, так. Өсіп тез бітіре саламыз просто. I am happy to see you. Вот, я счастлив тебя видеть. То есть, я счастлива, happy, это же сын есім, дұрыс па? Және сын есімнен кейін бізде to see кетеді. Немесе туралсан, мына мысал келтірсек болады, жаңа тұрғандай, допустим, Ерқанат, Ерқанат is afraid to eat cats. Ерқанату страшно есть кошек. Afraid бізде тоже сын есім болып тұр, ары қарай to eat cats болып тұр. Хорошо? Аружан, шығып қайтан кіріңіз. Ерқанат is afraid to eat cats. I'm happy to see you. То есть, видите, бізде барлығында сын есімнен кейін to деген нәрсе тұр, Допустим, I'm happy seeing you. Ерқанат is afraid eating cats демейміз ғой? To eat cats. Түсінікті ғой? Бұл сын есіммен кездесетін жағдай. Екіншісі to show the purpose of the action, Допустим, мен былай айтсам болады. Фариза мені де алыныш, ойбай, не жетпей жатыр, внимание жетпей жатыр мына жақтан. Ладно, осы Арнұр болсын, Так, настроениені көтеріп жібердіңіз ғой. Так, Арнұр. Так. Не еді бізде екіншісі to show the purpose of the action, Арнұр is dating Фариза to eat cats together. Арнур встречается с Фаризой,
чтобы есть кошек вместе. Вот. То есть, видите, Арнур Фаризамен встречаться етеді, только чтобы екеуі бірге мысық жеу үшін. Видите, чтобы деп тұр ғой, to eat, чтобы есть кошек вместе. Кошки объединяют. Лав, да? Мысықтарға жаныңыз ашымайды екен, да? Вот, я люблю кошек, поэтому Зои. Так, кеттік. Ағылшыннан давай поженимся қылып жеріңіз ғой, пойдем. Ларисочка Гузеева, Ларисочка деп. Түсіндік, я? Is dating Фариза to eat cats. Немесе мен айтамын еще you came... жоқ, you came емес, допустим, you study in Арыстан онлайн. To, допустим, you study in Арыстан онлайн. You study in Арыстан онлайн. To prepare for UNT, yeah? Unified National Test. Вы учитесь в Арыстан онлайн, чтобы подготовиться к ЕНТ. Апки, вы чё, Дима? Так, Арнур, мен қазір сразу айтам. Сіз не дейсіз? Тараздан, Қордайдан, дұрыс па? Мысық көрсем, Фариза есіме түсетін болды ғой, Дима. Аха, так, болмайды ғой, ой, дейді. Так, хорошо. Сонымен, поняли, да? Вы учитесь в Арыстан онлайн, чтобы подготовиться к ЕНТ. Түсінік қой, чтобы деген, яғни мақсатты, я? Бір нәрсенің мақсатын, мысалы, I came here to... I work here to find couples. Я работаю здесь, чтобы находить парочки, да? Идемте дальше. Сонымен. Үшіншісі бізде after some verbs. Давайте жаңағы немізге қайтып келейік. Списокқа қайтып келейік. Чтобы деген переводы бірінке үшін. Допустим, сен Арыстанда ұбытыға дайындалу үшін оқисың. Арнұр Фаризамен мысық жеу үшін жүреді. Я? Вот сондай. Арнұр бізде не болып тұр ғой? Аты қалайды? Альфонс мысық үшін. Кеттік. Verbs commonly followed by infinitive. Яғни, мына етістіктерден кейін, егер мыналардан кейін бізде герунди болса, екінші бағандағы мына етістіктерден кейін бізде infinitive жүреді. Мен ең бірінші апки дегенді көргенде қате жазып қойған шығар деп ойлайтын. Сонымен, ағылшынша перевод сол to болып тұр ғой бізде. To деген, чтобы дегенді білдіріп тұр. Жақсы ма? To eat, чтобы кушать, окей? Ой, идемте дальше. Сонымен, agree, appear, ask, beg, осындай сөздерден кейін бізде to болады. Хорошо? Infinitive, мысалы, prove, claim, choose и так далее. Допустим, сіздер еще бұның бәрін жаттау керексіздер, так что не расслабляйтесь. Допустим, мынандай мысал келтірсек, want деген алсақ, want'тен кейін всегда бізде infinitive болу керек. Сонда мен айтамын, допустим, я дұрыс, Тоғжан чувствует vibe. I agree to eat cats. Молодец. Допустим, я айтамын, Арнур wants to eat cats with Фариза. Арнур хочет есть кошек ерқанатпен емес, ерасымен Фаризамен. Я? Видите, wants мен любой шақта қоя аламын мынандай нәрселерді. I want to sleep тоже келеді. Я кестен жіберемін, уайымдамаңдар. Допустим, еще тағы да айта аламын. Ерасыл decided өткен шақта, я? To eat cats instead of KFC. Ерасылда мен де жұрттан қалам ба дейді, KFC-ның орнына мысық жейтін боламын дейді, я? Допустим, Альмира agreed to drink vodka with Джеки Чан.
Ага, Альмира согласилась выпить водку с Джеки Чаном, иә? Instead of вместо дегенді білдіреді. Хорошо, мен ғадама мысықтың конспекті өзгерті жазып отырған деймін. Ага, instead of это вместо дегенді білдіреді. Хорошо? Pure cats, pure это чистые, а poor это бедные. Сонымен, бұл түсінікті, иә? Wants to eat, decided to eat, agreed to drink. Мына етістіктерден кейін бізде to тұрады. Түсінікті ма? Вот. Мысық жерден сөйлейсің. Так, бізде вудпен, иә, ары қарай. Так, мына жерде орын жетпей жатыр ғой. Мен келесінен ашайын. Бір страничка. Ой. Сіздермен мысалдар күшті заходить етіп жатыр, что бізге даже орын жетпей жатыр. Потому что сендердің вайптарың күшті болып тұр. Что алдырып қоймасаң. Апай, мен де мысық жегім келеді деймін. Аружан. Вуд. Вудтан кейін, мысалы, вудпен келетін сөздер, иә? Допустим, бұл бізде нешіншісі, уже төртіншісі, иә? Аружан would like to eat cats and drink vodka. Drink vodka. Vodka with, допустим, Umi Apai's students. Umi Apai's students. Аружан предпочла есть кошек и пить водку с учениками Уми Апай дейді, иә? Иди жалғамаймыз ба? Some verbsқа жоқ, иди жалғамай. Жалғай аламыз, иә. Любой шақта бола береді. Так, мен тура апай жазғандай қып жазамын дейді. Мысықты. Бәріміз мысық жейміз менімен бірге. Аружан would like to eat cats and drink vodka with Umi Apai students дейді. Видите, would-тан кейін would like, would prefer деген сияқты would бірінке и потом to eat болады. Сонда мысалы Аружан would like eating деп айта аламыз ба? Жоқ, айта алмаймыз. Would like to eat болады. Жақсы ма? Идемте дальше. Бесіншісі when, иә? Допустим, скорее всего, да, потому что водка деген орысша сөз ғой. Блин, американский фильмдерде водка деп айта береді. Жакон қойсай. Так, when, what деген сияқтымен, иә? Допустим, Елдана knows what to cook for dinner. Елдана знает, что приготовить на ужин. Baked cats. Фу. Елдана знает, вот деген сөз тұр ғой, иә? И потом to cook. Елдана знает, что приготовить на ужин. Запеченную кошку. Would rather деген мен, жоқ, would rather, иә, вроде солай. Оны қазір қарау керек. Вот. Кеттік. Сонда бізде уже бүкіл случайлар жазылып шықты, иә? Давайте сіздер өздеріңіз бір мысалдар жазып шығыңыздар. Неге? Чатқа. Осы 5 жағдайдың бірімен. Потом ары қарай біз жалғастырамыз. Давайте өздеріңіз мысал жазыңыздар, мен күтем. Я would rather деген біз бейер инфинитив болады. Baked пісіру. Қуру это fry. French fries дейді ғой. Давайте өздеріңіз бір мысалдан, потом біз жалғастырамыз. Потому что бізде уақыт аз қалыпты. Біз әлі жаттығу орнына білгеріміз керекпіз. Шықтарды қорғау фонын ашайықшы. Давайте, мысал. To win a grant, we need to study a lot. Жақсы, молодец, сөйлемнің басында қойып отырсың, иә? I would, чтобы деп, иә? I would like to sleep now. Жақсы. Мысықты қору жүр. Запеченная кошканы көз алдыма елестете алмай I need to have a rest дейсің ғой. Ойбай. Апайға салсам мысықты мантырсың. I'd like to solve exercise. Жақсы. Осы уақыт тек герунд өтеміз әлі тағы басқа тақырып бар, но мне кажется, біз үлгермейміз, потому что герунди мен инфинитивқа ұзақ уақыт кетіп қалды бізде уже. Әлі түсіндіретін бірнеше нәрсе бар, так что, скорее всего, герунди инфинитивпен аяқтаймыз да, келесі сабақ жаңа тақырыптарды плюс жаттығу орындаймыз. Хорошо, сонда герунди инфинитив бізде 2 сабаққа созылады. I want to be serious. Жақсы, молодец. Апай, вудтан кейін всегда лайкап. Нет, не всегда.
ойбай мен шатасып кезек давай. Нет, вудтан кейін болса would rather, would prefer деген сияқты әртүрлі сөздерді қойсақ болады. I want to watch K-drama with Umi апай дейді ма? Мен как раз в движении көріп жатырмын. Бүгін 15-ші сериясын бастаймын. Көп бірге көрейік. I would like to eat dog дейді ма? Корейцтер жақсы көреді ғой томирис. I want to cook with my mom. I don't agree to eat cats. Жақсы. I would like to watch K-dramas. Жақсы. I would to watch I would like to eat cats. I agreed to study with my friend. I want to watch Marvel with my bestie. I would like to watch anime and eat ramen with my friend. I am happy. Хорошо. I am happy to eat cats, for example. Умиапай. Альмира me too. I don't know what to do. Oh, вот Амина. Чисто мут қой. I don't know what to do in my life. Anima wants to wear coat with scarf дейді. I would like to study in the USA. Хорошо, USA намазаны қоямыз достар жазған кезде. I want to pay for him. For whom do you want to pay? Anel wants to dance at club with Goha дейді. I would like to eat cats with Умиапай. I don't eat cats. You eat cats. All of them disagree to eat cats. What anime do you advise? Сөйлемге келмей тұр ма? Мен ондай анимешник емеспін, бірақ маған Обещанный Неверленд қатты ұнайды. И Атака титанов самый топ. Мен өзім көп көрмегем. Еще мен вроде Сын монстр ма сондай біреуін көргем. Ну и әрине, который Сад изящных слов. Апайка мен оқушысының арасындағы махаббат туралы. Әсел would like to eat sushi. Хорошо, молодцы. Кеттік ары қарай. Бізде қараңыздар, достар. Мынандай ереже бар. Мынандай ереже бар. Допустим, бізде to және verb ing осы екеуі ешқашан бірге жүрмейді. То есть ертең сіздерге тестта, допустим, мынандай вариант келеді. Допустим, там 28-ші сұрақ дейді да. He managed from prison. Он сумел, А варианта escape. Б варианта escaping. С варианта to escaping. Және де Д варианты to escape. Вот қараңыздар. Бізде мынандай нәрсе. И в первую очередь әрине to escaping деген кетіп қалады. Себебі ешқашан to мен verb ing бірге жүрмейді. Немесе просто to мен етістіктің бірінші формасы, немесе ing ғана. Енді manage деген етістік қой, екіншісі етістік жалғыз өзі тоже ешқашан тұрмайды. Значит, А варианты тоже ұшып кетеді. Бізде тек қана Б және Д қалды. И біз уже жаңағы етістік список бар ғой, мен сіздерге жіберемін деген, сол списокты жаттаймыз дедік қой. Сол жерде сіздер білесіздер, что manage-тен кейін бізде infinitive болу керек. Infinitive. А значит, дұрыс ответ Д болады. Енді қараңыздар. Бұл жерде көп адам чисто интуициямен жасайды. Ну, managed escaping-ға қарағанда managed to escape кішкене красиво звучит, я? Более нормально келіп тұр. Вроде норм естіліп тұр, там интуиция деген понятие ғой ағылшын тілінде. Ол дұрыс, әрине, интуицияларыңызға сеніңіздер. Но, ребята, чтобы өздеріңіздің білімдеріңізге, таңдаған жауаптарыңызға 100% сенімді болу үшін, все равно жаңағы сөздерді жаттап қарап шығуымыз керек, окей? Бәлкім бүгін кешке мен осы... Давайте договоримся где-то так. Түнгі, менде қазір 7:30-8:30 таман, түнгі 8-де мен сіздерге кахут жіберем. Хорошо? 8-де сабақтарыңыз болмаса, и кахутқа сіздер ойнап шығыңыздар, көрейік қалай болатын, окей? Сонымен түсіндік. Енді сіздерге тестта мынандай нәрсе келеді. Былтыр бізге жиі келген. Ойбай, мынау қисық кетті ғой. Так, вот так, вот так. Былай келеді. Допустим, там 17-ші сұрақ, я? I'm looking forward. Жақсы, бірақ интуиция сізді максимум 25-30 балға алып келіп, 35 балға, но интуиция не всегда күшті жұмыс жасайды, хорошо? I'm looking forward, что-то, you. То есть я с нетерпением жду, пока я тебя увижу, я? А варианта to see, Б варианта seeing, С варианта
to sing. И D варианты C. Вот қараңыздар. Қай вариант дұрыс болады деп ойлайсыздар? А вариант, Б вариант. Қараңыздар. Почти көбісі, не только вы, вообще мен басқа оқушыларым барлығы, любой адам аны таңдайды. Опять же, сіз мына жерде не істеп жатсыздар? Сіздер по-любому интуицияға жүгініп жатсыздар ғой, дұрыс па? Чисто красиво звучит. I'm looking forward to see деген. Кішкене хорошо звучит, да? Но мына жерде дұрыс ответ, достар, С болады. Мыналар дұрыс емес. Знаете почему? Потому что мына жерде сіздерге дардай болып бүкіл экранға сіздерден не деп тұр? Look forward to деп тұр. Look forward to деген мына үшеуі бір сөз ғана. С нетерпением ожидать. Look forward деген ғана сөз жоқ. Look forward to. Сонда тесттағылар бүйтеді. Они решили, типа, ты кого хочешь дейді ғой. Они решили вас шатастырып жіберуге. И олар айтады, давайте біз, короче, мына сөздегі мына туды алып тастайық та, вариантын ішіне тығып жіберейік, шатассын деп. И бәрі, ой, мен интуицияма сенемін дегендердің бәрі келеді, А вариантын таңдайды да, қадалады. Сонда как будто былай ғой, допустим, олар допустим, watch деген сөздегі чын алып what деп бітіре салды и А вариантына ч дегенді қоя салды деген сияқты ғой. Яғни, тюмен ING болмайды, но мына тю ол инфинитив емес, тю деген наныкі ғой негізі. Олар просто алды да сөздің аяқ жағын вариантқа тығып жіберді ғой. Вот. Вы поняли? Тю деген мына жерде инфинитив емес. Look forward to деген олардың барлығы всегда бірге жүретін сөз ғой. Это просто тест-центрдегілер решили вас немножко түсіндірсіңдер. Не буду произносить вслух. I'm looking forward to деген сөз ғой. Look forward to с нетерпением ожидать. Понятно? И look forward to деген кейін бізде verb ing болу керек. Егер сіздерге look forward to деп қойса, онда дұрыс вариант Б болатын еді. Но to-ді тастап кетті ғой, а бізде look forward деген просто сөз жоқ. Look forward это смотри вперед. Окей? Forward это вперед, look это смотри. А look forward to с нетерпением ожидать. Вот қайда жатыр логика. Түсіндіңіздер ма мына нәрсені? Алла разы болсын оларға деймін. Түсіндік па мына нәрсені? Ну, қалай түсеміз дегенде, ол тек қана осы сөз ғана исключение ретінде келеді. То есть look forward to деген ондай сөздер көп емес. Вот. То есть сіздер егер look forward to-ді көрсеңіздер, сіздер білесіздер, look forward to деген кейін бізде verb ing болады. Мына жерде просто алты forward-тан бөліп тастады и былай қалып қалды ғой сонда. Сіз жіберетін жаттау керек, по-любому жаттау керек оны. Окей, мына нәрсе түсінікті болса, плюсик жіберейік. 12 минутымыз қалыпты. Түсінікті болса, плюсик жіберейік. Ты думаешь, мы білгендерін істей ме? Білгендерін істеп отыр ғой. Окей, молодцы, жақсы. Неткен ақылды оқушылар, білімдеріңнен айналдым, тфай көстемес. Окей. Сонымен look forward понятно болды, что біз түсіндік ешқашан to мен verb ing бірге жүрмейді. Окей. Так. Вот, to мен ing ешқашан бірге жүрмейді, но look forward to-ді мен сіздерге түсіндіріп бердім, қалай олар сіздерді тестта шатастырады. Ертең тестта бұл нәрсе келуі мүмкін. Кеттік. Bare infinitive. Мынаны ерқанат деп ойлап қалмаңыздар. Бұл bare infinitive. Яғни вот. Мынау бізде bare infinitive. Bare infinitive деген это голый infinitive деп аударылады. Қазақша енді вряд ли оны жалаңаш infinitive дейді. Bare infinitive деген, мына бізде bare. Bare infinitive это яғни кейде бізде тестта infinitive without to деп келеді. Хорошо? Яғни мысалы, алдына яғни бұл жерде to қоймаймыз біз. Окей?
Инфинитив бөліне ма деп именно не сұрап тұрсыз сіз? Кеттік. Сонымен bare инфинитивтің қолданылатын екі ақ жағдайы бар. Яғни after modal verbs және after make and with. Modal verbstен кейін және make пен withтан кейін қолданамыз. Мысалы, давайте мен келесі бетке емес, сразу осы бетке жаза берейін мысалдарды. Допустим, Эльмира can eat 5 cats at one sitting. То есть Эльмира может съесть 5 кошек за один присест, я? Бір рет отырады, да? Бір отырған сразу 5 мысық жейді. Вот. Тағы да мысалы мен айта аламын, Айгерім must. Мына жерде қараңыздар. Жарайды, потом түсіндірем ол нәрсені. Mustn't дейікші. Так. Mustn't drink vodka every morning. Айгерім не должна пить водку каждое утро. Подождите. Каждые 2 секунды, допустим. Это менің нем ғой. Паразит сөзім. Типа и допустим. Окей. Келесі вариант. Тика. Make and do it. Допустим, Уми апай with students. Ой. Уми апай with жоқ. Make пен withқа қандай мысал келтірсе болады? Допустим, Уми апай. Ну, да. With students. На ортасына надо не кетеді. Кого дейін. Хорошо? Students. Ага. Eat cats. Разрешает студентам кушать кошек. Хорошо? Так, 1-2-3. Что? 1-2-3 енді нормально естіп тұр ма? Так, 1-2-3. Все, мен өзімде шығып қайтадан кірдім и нормально естіле бастады. Хорошо. Мен просто допустим деген сөзді слишком көп айтып жатырмын ба, или жаңағы допустим деген қайталанып кете берді мына жақта. Окей. Сонымен, опять же, let's eat cats. Видите, мына жерде can, must дегеннен кейін біз ешқандай to, ing қойып атқан жоқпыз. Я? Просто етістікті өзін қоя салдық. To анау мынаусыз. Окей? Сұрақ бар ма бұл бойынша? Bare infinitive бойынша? Жоқ, я? Мына біздің шымкентский қараторы досымыз арқылы еске сақтап аламыз. Идемте дальше. Бізде boss және boss infinitive and gerund деген нәрсе бар. Яғни boss infinitive and gerund деген нәрсе ол қалы. Қазір нормально естіліп тұр ма мені? Тұр ма мені? 1-2-3. 1-2-3. Окей, оқушылар, бізде мынандай проблема болып тұр, что бізде әлі өтетін бірнеше нәрсе бар, но қазір бізде 5 минут қалды, и біз үлгермейміз оны өтіп по-любому. Плюс қатып жатыр қатты. Так что былай, біз қазір осымен аяқтаймыз.
келесі сабақ біз осыны жалғастырамыз, плюс инфинитив герундий және партицип бойынша сабақ өтетін боламыз. Окей? Вот. Мысалы, I made Фариза eat cats. Вот. Мысалы, make-қа мысал келтірсінші, я заставил Фаризу есть кошек. Хорошо? Сонда біз қазір осымен аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, қазір сұрақ қойып тастасаңыздар болады. Келесі сабақ уайымдамаңыздар. Понедельник күні біз бұны жалғастырамыз. Осы бойынша жаттығу жасап, әлі үйренеміз. Окей? Плюс чатқа жазып, там, кураторлардан сұрап, менен сұрасаңыздар болады. Окей, если сұрақ болмаса, всем пока.